Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Қазақ Тренд каналы. Бүгін мен сіздерге Инстаграмнан қалай аккаунт ашу керек, сол туралы айтып өтетін болам. Және келесі видеомда сол парольдеріңізді ұмытып қалсаңыздар, жоғалтып алсаңыздар, оны қалай ашуға болады, сол туралы айтып өтетін болам. Сол үшін каналға лайк, подписка басып кетуді ұмытпаңыздар. Және қасынан шыққан қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі видеом шыққаннан сіздерге хабарлама болатын болады. Алдымен кеттік. Инстаграмда планировкадан скачать етсеңіздер де болады, немесе Chrome арқылы кіріп етсеңіздер де болады. Алдымен Инстаграмға кіреміз. Создать аккаунт дегенді басамыз. Мына жерге өзіміздің телефон номерімізді енгіземіз. Және далее деген кнопканы басамыз. Бұдан кейін бізге SMS код келеді. Сол кодты енгізесіздер бұл жерге. 6 таңбалы код келетін болады. Міне бізге келді. Енді бұл жерге имя, фамилия деген жерге өзіңіздің атыңызды жазасыз. Мен өзімнің каналымның атын жазайын. Және мына жерге өзіңіз пароліңізді жазасыз. Пароль ағылшынша болады. Продолжить дегенді басамыз. Жоқ, запретить. Маған керек емес. Бұл дегені сіздерге хабарлама жібереді. Телефондарыңыздағы достарыңызға хабарлама жібереді. Міне осы нөмірдегі адам өзінің Инстаграм ашты деп. Керек десеңіздер керек, керек емес десеңіздер запрет дегенді бастаңыздар, жеткілікті. Мына жерге туылған күндеріңізді жазасыздар. Өздеріңіз қайсы уақытта жазылғаныңыз келсе, сол уақытта жазасыздар. Далее дегенді басамыз. Міне менің мына жерде атым шықты. Міне Тренд Қазақ деп шығады екен менің атым. Егер сіздерге ұнамайтын болса, үстінен басып, басқа ат енгізсеңіздер де болады. Жоқ, осы жақсы десеңіздер, далее деген кнопканы басамыз. Және мына жерде дәл осы атпен регистрация етеміз деп тұр. Келісім берсеңіздер, согласын бересіздер, зарегистрировать деген кнопканы басасыздар. Және сізді дәл осы қалпыңызда регистрация ететін болады. Фейсбукқа, егер Фейсбук арқылы кіріп жалғастырамын десеңіздер, продолжить Facebook деген, подключить к Facebook дегенді жазасыздар. Фейсбукқа қосады осы сіздің аккаунтыңызды. Қажет емес десеңіздер, пропустить деген кнопканы басасыздар. Мына жерде сізден сұрап жатыр, сіз басқа достарыңызбен дос өзіңізге жинағыңыз келе ма деп. Подписаться на друзей дегенді бассаңыз, сіздерге осы Инстаграмда ашылған аккаунттардың тізімін береді. Өзіңіздің сол ішінде өзіңіздің танитын адамдарыңызға подписаться басасыз. Қажет емес, өзім кейін теріп аламын дейтін болсаңыздар, пропустить деген кнопканы басасыздар. Сіздің суреттеріңіз, видеоларыңыз, аккаунттарыңыз қандай түрде болсын деп сізден сұрап жатыр қазір. Бәріне бірдей көрінетін болсын ба, әлде тек сіздің аккаунтыңызда бар адамдар ғана көрінетін болсын ба? Закрыть десеңіздер, сіздің профиліңіздегі қойылған нәрселер ешкімге көрінбейді. Видеоңызда, басқа суреттеріңізде не қойсаңыз да ешкімге көрінбейді. Егер астындағы кнопканы басатын болсаңыздар, бұлда бәріне көрінетін болды. Общий доступнаны қосып қоясыздар. Барлығына сіздің суретіңіз, басқа да даналарыңыз көрініп тұратын болады. Ол кнопканы басып болып, далее дегенді басамыз. Добавить фото. Сурет қоямын, қазір қоямын десеңіздер, добавить фото дегенді басасыздар. Жоқ, шарт емес десеңіздер, пропустить деген кнопканы басасыздар. Және мына жерге сізге тағы шықты. Осы жерден өзіңіздің танитын адамдарыңыз болса, подписаться кнопкасын бассаңыз болады. Басып болғаннан кейін мына стрелканы басасыздар. Міне біздің профиліміз ашылды, дайын. Енді мына астына түсетін болсақ, астында настройкасы, сурет қоямын профильге десеңіздер, сурет қоюға рұқсат береді. Өзіңіздің биографияңыз туралы жазып өтемін десеңіздер, биографияны жазып өтесіздер. Және достар іздеп табамын, өзім достарыма заявка тастаймын десеңіздер, осы жерге кіріп, достарыңызға заявка тастасаңыздар болады. Және мына жерде өзіңіздің атыңызды өзгертуіңізге болады, достар. Тамашалағандар үшін рахмет. Каналға лайк қойып, подписка басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, достар.